Қыздар, шашлығымыз өте дәмді, керемет болған ғой енді. Айтып жеткізе алмаймын. Күшті болған. Сәлем қыздар, бүгін біз тауықтың етінен және сан етінен шашлық жасайтын боламыз ерекше әдіспен. Егер каналымда бірінші рет болсаңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Ал бізге бірінші тауықтың сан еті керек. Және тұз, бұрыш, лавр жапырағы, пияз, лимон және сарымсақ. Бізге майонез керек. Және осындай дайын шашлыққа арналған приправы ала салдым. Және дәмін келтіруге. Ал біз аяғын аламыз. Осылай. Мен турап болғанмын негізі. Сіздерге қалай туралатын көрсетіп жіберейін. Осындай ірі-ірі қылып тураймыз. Осылайынан етті турап алдық. Міне, өзіңіз көріп тұрғандай. Енді осыған жаңағы дәмдеуштерін себетін боламыз. Өшіре тұр. Міне тұзын септім. Қара бұрыш. Және лавр жапырағы. Өшіре тұр. Кесілгенге. Ал біз лимонымызды тураймыз. Еттің жұмсаруына өте осындай әдемі болып тұр шашлығымыз. Енді пияз тураймыз. Ал осының бетіне пиязымызды біздің ыдысымыз кішкене тарылып тұр. Өткені араластыруға ыңғайсыз болып тұр. Және осыған мынандай приправа қосамын. Дәмдеуіш шашлыққа арнайы дайындалған. Мына три желанияның майонезден қосамын қалағанша. 2, 3, 4, 5. Барлығын қостыр. Енді әдемілеп тұрып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді керемет болып тұрға дәмі ерекше болатыны сөзсіз. Пісіргенде көрсететін боламыз сіздерге толық нұсқасын. Ал біз осылай палочкамызды алып, карашкамызды түйеміз. Осылай палочкаға осылай тізіп аламыз. Ал қыздар, міне біз палочкамызге тауық етін дізіп, осылай салып алдық. Енді шоққа пісіретін боламыз. Ал қыздар, мен өйсті от жағып қойдым. Мен шоғын түскенін күтіп тұрмын. Сексеуілдің отыны. Сексеуілдің шоғы өте ыстығын ұстап тұрады. Шашлық жасағанға жақсы. Міне. Қашық түссін.
дайындап алған тауық етін қоятын боламыз. Ал достар, біз қойдық соғымызға тауықтың етінен жасалған шашлығымызды. Mana mындай әдемі қызарып жатыр. Қыздар, шашлығымыз өте дәмді, керемет болған ғой енді. Айтып жеткізе алмаймын. Күшті болған. Егер видеом ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және келесі видеоны көруге кеңес беремін.